Кеше біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Павлодар облысына ресми сапармен барып, әртүрлі енді президенттік өкілеттігін атқара отырып, бірталай отырыс бірдемелерге қатысты. Енді оның бәрін айтып қажет жоқ. Бір нәрсені айтып өтейін. Жаңағы Тоқаев Павлодарға баратқан кезінде тіл жайлы, қазақ тілі мәселесі туралы бірдем айтып өтті. Енді 100% сөзін қазір келтіре алмаймын, нұсқасын қысқаша бір сөзбен айтқанда қазақ тілі жайлы айтып өтті. Маңызды екен. Павлодарға келді. Сол Павлодарда анау-мынау болып жатқанда, сол сапар үстінде жаңағы Павлодар облыстық әкім аппаратын басшысы жұмысынан босатылды. Оңғаров деген. Орысқұл, мақтабас, сепаратистерді қолдайтын бір қазақ бар тұғын, сол шенді жаңағы әкім аппаратын басшысы жұмысынан босатылған себебі жаңағы Павлодардағы белсенді біздің бір апайымыз бар, Руза Бейсенбай тегі. Сол кісі жаңағы Оңғаровқа келгенде Оңғаров әкімшілікке санитарлық көмек шақырған, Павлодарлық диспансерінен жедел жәрдем ретінде шақырып, Руза Бейсенбай тегі маған келген есі дұрыс емес деген мағынада. Ал Руза Бейсенбай тегі жүрген тақырыбы, көтеріп жүрген, айтып жүрген, алысып жүрген, ол жаңағы орыс шовинистері, жаңағы қазақ тіл мәселесі, Павлодарда қазақ тіліне әлі күнге шейін жол жоқ, қысым көрсетілуде деген оқиғаны нақты дәлелдеп, осы халыққа көрсеткен Павлодарда Руза апай. Өзі бір нәзік жанды, кішкентай бір әйел, салмағы 40 келі. Сол кісі біраз нәрсені тындырды. Өзі жаңа Павлодарда жүріп, жаңа орыс шовинистермен шаршамай алысып, әрине қасында Сұңғат деген бауырымыз бар, үлкен ағаларымыз бар Павлодарда, Арман Ғани бар, Қабдырахман ағамыз бар. Ол жерде кеңес одағының кезінде батырдық танытып, кеңес одағына қарсы шығып, кеңес одағына қарсы шыққан диссидент болған жаңағы Арман Ғани 70-ші жылдары. Жаңағы Қабдырахман ағамыз Ермактың ескерткішін құлатып тастаған мүсінін 90 жыл басында. Және сондай бірталай ұлтаралық қақтығыстарға қатысқан 90 жылдары. Қазақтың мүддесін қорғап қалған жігіттер бар. Қазір енді ағаларымыз болды, 90 жылдары жас болған, қазір енді орта жастағы, одан үлкен аға болып кеткен азаматтарымыз бар. Сол бәрін осы құттықтай отырып, кешегі осы болған оқиғаға, Оңғаров жұмыстан алынып тастағаны, Тоқаевтың сапары осымен аяқталғаны, оның алдында бүкіл Қазақстанда жарияланған тіл майданы митинг, өзде жүрген Қуат Ахметов, Дос Көшім ағамыз, басқалары бар. Сол тіл майданы қозғалысы боп Қазақстанда митинг өткізбекші болғанда бір 12 қалада. Ешқай жерде рұқсат бермей біздің билігіміз Павлодарда берген. Сол Павлодарда тіл мәселесі жайлы жаңағы тіл майданы тақырыбының үстінде өткен митинг, сол тек қана Павлодарда болғаны, ол да бізге бір сигнал, ол да бізге бір жолдама, ол да бізге бір көмек, тірек. Жаңағы Руза апайымызға жаңағы ол марапатталып сыйланған деген бір белгі ретінде түсініп отырмын. Руза апайымды қолдап, ол кісіні қатты жақсы көріп, сәлемімді жолдап отырмын жаңағы Павлодардағы Руза апай және басқаларына, ағаларыма, Қабдырахман Қабеке, Арман Ғани, Сұңғат және басқалар, Серік Шалабеков ағамызға және көптеген басқа белсенділік танып жүрген Павлодардағы қазақтарға мың алғыс, беріспей жүріп, Павлодар деген жерде жүріп, ұлттық намысын жоғалтпай, ұлттық сезімі оянбай емес, бұрыннан оянған ғой, сол алға басып, жеңіске нәтиже бір қорытындысына әкелген. Оңғаровты алып тастаған, ол бір қорытынды. Бірақ Оңғаров сияқты отырған Қапенов деген бар Павлодарда. Облыс әкімшілігінің бұрынғы ішкі саясат бөлімшесі тұғын, қазір басқаша аталады.
әйтеуір сол басқарманың басшысы Қапенов деген Оңғаровтан өткен мақтабас. Ана Оңғаров деген сол Қапеновтың қарамағында жүрген біреу тұғын. Жаңағы Қапенов андай саладан меңгеріп отырып, ішкі саясатты облыс жағынан, облыстық масштабта 400 МПО бар жаңағы Павлодар. Сол 400-дің 399-ы орыс шовинистер басқарып отыр. Әйелдер, ана Путинге бар, Путиннің қолынан марапатталған бір әйел бар, және сол сияқты басқалары. Қазақ десе денелер түршігіп, бізді иттің көтінен жек көретін сол басқа ұлттың өкілдері МПО-ны басқарып, біздің мемлекеттің қазақтың қазынасынан қаражаттандырылып, көмек алып, қаражат алып, МПО болып отырып, бізге қарсы саясат жүргізетін 400 МПО бар жаңағы Павлодарда. Кілен 99% басқарылып отырған, тағы да айтып өтейін, орыс шовинистері, Ресей құл, орыс құл, Ресей саясатын өткізіп жүрген осы жердегі Ресей пропагандасының өкілдері Павлодарда МПО болып отыр. Олардың жүргізіп жатқан саясаты бізге қарсылық, наразылық білдіру, біздің ақшамызға, қазақтың ақшасына, орыстың құндылықтарын, Ресейдің құндылықтарын, Ресейдің саясатын жүргізетін күштер Павлодарда. Сол жаңағы Қапенов әкімшілікте отырып, әкімшіліктің қуатын соларға беріп, әкімшіліктен, өкіметтен берілетін қаражатты соларға беріп, сол біздің ақшамен аларға қамқорлатып, оларды үлкейтіп, семіртіп, енді басымызға мінгізіп қойды. Енді олармен алысу өте қиын. Жаңағы 400 МПО біреуді қазақтың қозғалыстарын қорғап, қолдап, бірге ат салысып шыққан емес. Не тіл мәселесі болсын, не қандай басқа мәселе болсын. Олар біздің жауларымыз. Соны басынан меңгеріп отырған жаңағы әкімшілікте Қапенов деген қазақ. Ол алынбай, жаңағы Оңғаров алынғаны, ол тек қана 50%-ға орындалды жаңағы. Алынса, тазалау керек болса жаңағы әкімшілік, мақтабастардан, қазақтың жауларынан, жаңағы Қапеновты жұмысынан кету керек. Сол бәріне сәлем, осы Павлодар өңіріндегі қазақтарға, ағайын, жұрт бәріне сәлем. Жұмысымыз алға басып, жалпы жеңіске жетейік. Қазақ өз жерімізде біздің тіліміз қалай қолданылады, оның статусы қандай деген бұл тақырыптарды біз қоюымыз керек. Осы 1-2 жылдың ішінде алдымызда келеткен бұл мәселені біз алып тастауымыз керек талқылаудан. Шешіліп болды. Қазақ тілі басты мемлекеттік тіл, осымен нүкте қойып артынан бұл тақырыпты жабуымыз керек. Оған шейін беріспеймін, жалықпай, шаршап қалмай, болды, біттім, тоздым демей, өз жұмысымызды атқара берейік. Күнде шұқылап, түрткіліп, сәл болса да, күніне 1 сантиметрден алға басып отырсақ, сол жеткілікті бүгіндікке. Ал келешек келер, алдымызда 2-3 жылдың ішінде сантиметрлі емес, километрліп озып шығармыз. Алла соған жеткізсін.